Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көбейту және бөлу тәсілдері. Гүлзарлар мен көгалды алаңдар. Бүгінгі сабақта сен ауызша көбейту және бөлу тәсілдерін орындайтын боласың. Мысал 1. Есептеп жауабын гүлзарлардан тап. 300 бен 10-ның бөлінісін табу үшін 300 санындағы 0 және 10 санындағы 0-ді қысқартамыз. 30-ды 1-ге бөлеміз. 30 болады. 50 мен 2-нің көбейтіндісі 100. 100 бен 20-ның бөліндісі 5-ге тең. Себебі 100 санындағы 0 мен 20 санындағы 0-ді қысқартсақ, 10 мен 2-нің бөліндісі қалады. Демек 10 мен 2-нің бөліндісі 5-ге тең екен. 630 бен 90-ның бөлінісін тауып көрейік. Ол үшін 0 сандарын қысқартамыз. Яғни бөлінгіштегі және бөлгіштегі 0-дерді қысқартамыз. 63 бен 9-ның бөліндісі 7-ге тең. Енді 600-ді 2-ге бөліп көрейік. Мұнда 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады және 3-тің қасына 2 0-ді тіркейміз. Демек, 600 бен 2-нің бөліндісі 300-ге тең. Балалар, әрі қарай есептеп жауабын гүлзардан өз беттерінше тауып көріңдер. Мысал 3. Амалдардың орындалу тәртібін анықта және есепте. 209 бен 59-ның айырмасын 50-ге бөліп көрейік. 209 бен 59-ның айырмасы 150-ге тең. 150 мен 50-дің бөліндісі 3-ге тең. Енді 1000 санын 46 мен 54-дің қосындысына бөліп, шыққан нәтижені 5-ге бөлеміз. Бірінші жақшаның іші орындалады. 46 мен 54-дің қосындысы 100-ге тең. 1000 мен 100-дің бөліндісі 10-ға тең. 10-ды 5-ге бөлеміз. 2. Келесі амалдарға назар аударамыз. 50 мен 5-дің көбейтіндісіне 506 мен 500-дің айырмасын қосамыз. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 506 мен 500-дің айырмасы 6-ға тең. Енді көбейту амалын орындаймыз. 50 мен 5-дің көбейтіндісі 250-ге тең. 250 мен 6-ның қосындысы 256-ға тең. Соңғы өрнекке назар аударамыз. Мұнда бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 340 пен 320-ның айырмасы 20-ға тең. Енді бөлу амалын орындаймыз. 270 пен 30-дің бөліндісі 9-ға тең. Ал енді көбейту амалын орындаймыз. Яғни 5-ті 20-ға көбейтеміз. 100 болады. 9 бен 100-дің қосындысы 109-ға тең. Есеп 4. Периметрі 36 метрге тең шаршы пішінді көгалдың ауданын тап. Шартын құрастырамыз. Яғни шаршы пішінді көгалдың периметрі 36 метрге тең. Қабырғасы белгісіз. Ауданы белгісіз метр квадрат. Шаршының 4 қабырғасы бар. Олай болса, шаршы пішінді көгалдың қабырғасын табу үшін біз 36-ны 4-ке бөлеміз. 9 метр. Демек, шаршы пішінді көгалдың әр қабырғасы 9 метрге тең екен. Оның ауданын табу үшін 9 метрді 9 метрге көбейтеміз. 81 метр квадрат. Жауабы шаршы пішінді көгалдың ауданы 81 метр квадратқа тең. Есеп 6. Қызанақ егілген тіктөртбұрыш пішінді жүйектің ені 2 метр. Жаз соңында әр шаршы метрден 6 килограммнан қызанақ, ал бүкіл жүйектен 48 килограмм қызанақ жиналды. Жүйектің ұзындығы қанша? Есептің шартын құрастырайық. Жүйектің ені 2 метр. 1 метр квадраттан 6 килограмм алған. Себебі әр шаршы метрден 6 килограмм қызанақ алды деп тұр. Жиналды
48 килограмм қызанақ. Жүйектің ұзындығы белгісіз. Шешуі: 48 пен 6-ның бөліндісі 8-ге тең. 8-ді 2-ге бөлеміз, 4-ге тең. Жауабы: жүйектің ұзындығы 4 метрге тең. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.